Бұнда видео жасау үшін студия қосымшасына кіреміз. Егер студия қосымшасы болмаса, жүктеп аламыз. Я болмаса, Pixart қосымшасында жасауға болады. Студия қосымшасына кіреміз. Осындай бір фонымызды таңдап аламыз. Текст дегенге кіріп, әріптерімізді осылай жеке-жеке жазып шығамыз. Өзіміздің қалаған жерлерімізге әкеп қоямыз. Ол өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты. Қатып қалған ережесі жоқ. Әріптерімізді осылай қойып болғаннан кейін, астында color дегенге барып, түсін жасыл түске өзгертемін. Мінекей. Барлығының әріптердің үстін уже бізде сақталып қалды жасыл түс, сол түске басып шығатын боламын. Мінекей. Жоғары жақта птичканы басып, стрелка, save деп сақтап аламыз. Одан кейін Magic қосымшасына кіреміз. Android болса, backgroundға кіреміз. Фотоны басамыз. Жаңағы суретімізді әкеп қойып, 9:16 форматты таңдаймыз. Готово. Автоматты түрде бізге фонды өшіріп берді. Бұл бізге керек емес. Астында стрелканы басып, қайтадан қалпына келтіреміз. Одан кейін астында волшебный палочканы алып, әріптеріміздің үстіне осылай пипетканы тигізіп шығамыз. Егер де дұрыс өшпей қалған жағдайда астында допуск дегенді жылжытып отырып өшіретін боламыз. Өшпей қалған жерлерін. Птичканы басамыз. Енді бізде осындай обновление болыпты. Енді бұның размерін өзгертіп жібереміз. Астында прозрачный фонын изменить размер дегенге барып, астында Insta Stories деп тұр. Птичканы басып, мына суретімізді осының размерімен бірдей қылып әкеліп қоямыз. Бұл қорқатын нәрсе емес, себебі күнделікті қосымшалар әртүрлі болып, соңғы уақытта обновление жүріп жатыр. Сондықтан қорқынышты емес. Енді жоғарғы жақта тұрған стрелканы басып, сохранить деп сақтап алам. Кез келген қосымшаға осындай бір видеоларыңызды алып келесіздер. Астына наложение, добавить наложение, фото деп жаңағы фоны өшірілген сәлем деген сөзімізді осы жерге әкеліп қоямыз бірдей қылып. Видеоның соңына дейін созамыз барлығын. Соңғы жағындағы мына логотипті міндетті түрде өшіреміз. Удалить. Бізде осындай әдемі ерекше видео шықты. Яғни өздеріңіздің қалағандарыңыз бойынша жасауларыңызға болады. Жоғары жақтағы стрелканы басып, экспорт деп сақтап аламыз.